Баршаңызға сәлем. 1 сағат қана уақытыңызды алатын, табада пісірілетін, өте оңай әрі тез торт дайындаймыз. Ең алдымен бисквит үшін жұмыртқа, қант, сүт, сұйық майды қосып миксерлейміз. Ұнға какао, разрыхлителді қосып араластырамыз. Барлығын сұйық массаға қосып жақсылап миксерлейміз. Неке қамырымыз дайын болды. Қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Табаға сұйық майды жағып, жақсылап қыздырып аламыз. Табамызға қамырымызды құйып, бір тегіс етіп жайып аламыз және қақпағын жауып, шамамен 5 минуттай пісіреміз. Піскенін осылай ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Бисквитіміз дайын, толықтай суытамыз. Әзірше кремін дайындаймыз. Творожный сырға қантты қосып, қанты ерігенше жақсылап миксерлейміз. Міндетті түрде жоғарғы пайыздағы салқын сливкиді пайдаланамыз. Сливкиге творожный сырды, бір ас қасық какаоны салып, бір келкі өзінің формасын ұстап тұратын крем дайындаймыз. Бисквиттердің барлығы бірдей тегіс шығуы үшін осындай форманың көмегімен кесіп алдым. Бисквиттеріміз дайын болды. Енді тортты жинаймыз. Кремдердің бір тегіс етіп жайып шығамыз. Барлығын жақсылап тегістеп шығамыз. Бетіне шоколадты ганашты құйып шығамыз. Ганашты судың буында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Бетін әдемілеп тегістейміз және өз қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Шоколадты тортымыз дайын болды. Жасалу жолы өте оңай. Ең бастысы көп уақытыңызды алмайды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Дайындап көріңіздер. Барлығыңызға болсын. Сіздермен Айжан.